онкологияда әйелдердің сол химиядан кейінгі жағдайларын көрген, труптарды шығарып жатқанын көрген. Сосын ойланған, енді мен ана болмасам, болашағы жоқ. Бала көтеріп ана болмасам, карьера жасап бір бала жоқ болса да бір карьера жасап бір ғылыми немесе бір отанына бір үлес тигізетін сондай бір не істемесем, мен бір 2 жылдан кейін өлетін болсам, мен одан қазір-ақ өле салайын деп, маған таныспай тұрып, одан 1 жыл ма 1,5 жыл бұрын сол көп антидепрессанттар сатып алып, соны ішкен. Сол жағдайдан ол жаңағы қалай айтамыз, кома дейміз ба, сондай неде жатқанда, деталін бәрін айтпай ақ қоямын, ұзақ болып кетеді. Сонда Әлия айтады, мен түсім ба, өңім ба, аям ба, ол кезде түсінбейді, сол аспанға көтерілген. Аспанға көтеріліп, бір үлкен жаңағы дарбаза дейміз ғой, үлкен, өте үлкен. Соның қасында екі жағында 2 періште есік ашқанда сол кезде ол Исамен кездескен. Сырттан келген, орысша білмейтін Алматыға келген балаларға бұрынырақ келгендер жаңағы ақшасын алып алып, киімін алып алып, сондай жағдайларға тап болған кезде мен енді өзім ауылда спортпен айланыстым, мектепте де сондай спортсменсіз ба сонда? Күреспен, еркін күреспен айланыстым. Жаңағы қорқақ болмау керек деп, содан сол жақтан жаңағы бір бедел жинап, авторитет дейді ғой. Содан тіпті сол криминальный өмір болып кетті. Бірақ та бәрібір сол жүрегімде сол қорқыныш ой болатын, мен дұрыс емес, мына істерім дұрыс емес, мен Құдай бір күні жазалайды. Әрдайым өкінетінмін, бірақ ана ортада жүргенде сен еш нәрседен қорықпайтын. Күнә деген негізінде Құдайға ұнамайтын нәрсе ғой. Ол адамның өзіне де ұнамайды негізі. Күнә жасап жатқан адамға да ұнамайды. Маған сол нәрселер ұнамайды. Сол кезде де ұнамайтын, бірақ кішкене сол орта сондай болды. Қазіргі уағыздар енді мені кешірер енді молдекеңдер. Қазір мүлде жаңағы мысалы мынау харам, мынау халал, немесе жаңағы мынаны рұқсат еткен, пайғамбарымызға мынаны рұқсат еткен, бізге де болады. Сондай енді қазір уағыздарды қазір нетпей ақ қояйын. Бірақ ол кезде қазір өте көп сондай бір білімді сияқты көрінгенмен, сол негізгі сол оны сөйттен ажырап қалды қазір. Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін біздің студияда Қанат бауырлас, Қанат мәсіхші, Қанат аға деуге болады, Қанат ағаны шақырып отырмын, өзім Астанада отырмыз. Бүгін Қанат ағаның оқиғасы, Исаға қалай келгенін және Исаға өз өмірін қалай бағыштаған естігім келіп отыр. Сол үшін Қанат аға, рахмет сізге келгеніңізге. Сіздерге де рахмет. Өте қуаныштымын сіз келгеніне. Сіз бөлісіп бересіз ба, қалай сіз Исаға келдіңіз? Не сізді итермеледі Исаға? Сондай өзіңіздің оқиғаңызбен бөлісіп бересіз ба? Жақсы, мұндай мүмкіндік жасап, осындай әлгі алыс жерден ат терлетіп келгеніңізге Құдай сізге батасын берсін. Аумин. Енді көрермендерге де айтарым, сіздерге де Құдай батасын берсін. Әрбір осы менің өмірімдегі осы өте маңызды куәлікті, қабыл алыңыздар. Құдайдың алдында да, адамның алдында да осы шынайы өзінің өмірім туралы қысқаша болса да бөліскім келеді. Мен өзім қарапайым отбасы, көп балалы, сондай семьядан шықтым. Әке-шешем сонау 62 жылдар Қытайдан келген. Ауылда өстік. Ауылымыз Кеген ауданы, Райымбек ауданы болып, Нарынқолмен бірге сондай болып аталды. Қазір Кеген болып бөлінді. Сол Кегенде тудым, өмірге келдім 1966 жылы. Семьяда сол бізде 13 бала, 8 ұл, 5 қызбыз, үлкен семья.
Енді бұл жерде айта кету керек, менің әкем сол ауылда сондай өте құрметті адам болды, сыйлы, Құдайға өте берілген, сол намаз оқитын, сол Қытайдан келген кезде осы совет өкіметі ол кезде Құдай жоқ, ондай намаз оқу, Құдайға сыйыну дегенді, ол кезде Құдай жоқ, ондай намаз оқу, Құдайға сыйыну дегенді ондай тыйым салған болғанмен, ол кісі сол өмір бойы намаз оқыды. Біз кішкентай кезімізде, ұйықтап жатқан кезімізде, сол ерте азанның даусымен намаз оқиды. Будильник сияқты соны оянатынбыз. Вау. Жаңағы әкеміз содан бастап мен оны әдейі айтып отырғаным, сол өскен ұядан сол біз Құдай бар екенін, Құдай бар, Алла тағала жаратушы ие бар, сол пайғамбарлар туралы. Жаңағы әкемін сол намаз оқып, сол Құдайға сол таң атпай сиынып, соның даусынан, азанынан оянатынбыз. Және де сондықтан біз семьяда сол Құдайдан қорқу керек, күнә жасамаңдар, жамандық істемеңдер деп сондай тәрбиеленіп өсірдік. Тіпті енді жаңа әкем қойшы болғандықтан, ана қойшылардың арасында да мәселе болатын. Біреудің қойы жоғалып қалады, оны біреу жымқырып алады, бермей. Сондай нәрселер менің әкемнің талай қойын басқа қойшылар сондай бермей, қойына қосылған бермей кеткенде де сонда әкем соның бәрін кешіретін, бірақ өзі ондай істемейтін. Сондай тәрбиеде өстік. Құдайға деген қорқыныш сіздерде болды? Сол Құдай бар кішкентай кезде. Енді бір есімде өте ерекше қалған жағдай, енді жасым нешеде екенін толық, енді мектеп оқитын кезім, мүмкін 5-ші сынып, мүмкін 6-шы сынып, жайлауда қойып алғанбыз, сол Мыңжылқыда. Біз далада ұйықтайтынбыз, сол керемет ауа райы, аспанда жұлдыздар көрінеді, сол жұлдыздарға қарап жататынбыз. Сол кезде менде бір ой келді, сол галактикаға қарап жатып, шынында да мына жаратқан жаңағы, сол Құдай тағала, Алла тағала бар, ол қандай? Сонда жаңағы шексіздікке қарап, сондай бір қорқыныш келді. Шынында да Құдай ол қандай деп сондай. Қанат аға, қорқыныш болмаса, адамдар бұзық істейді, көп? Сондайсы, қалай ойлайсыз? Әрине, енді жерде де мысалы тәртіп, қатаң тыйым салған заң, конституцияда сондай болмаса, адамдар жерде хаос болады ғой. Қорқыныш болмаса, Құдайға деген. Енді кейін оны мен білдім, даналықтың бастауы Құдайдан деген қорқыныш деген. Нақыл сөздерде жазылған. Нақыл сөздерде. Ол шынында да ол анандай бір қорқыныш емес, жаңағы бір бірдеңе бүлдір қойып қорқыныш, қылмыскерлік қорқыныш, ол бір, мен айтар едім, ол ерекше басқа бір, ол былайша айтқан кезде құрмет деп ойлаймын. Ол сондай. Өйткені жаңағы құрмет деп ойлаймын. Сөйтіп енді сонда семьяда өстік, дегенмен енді жас кезімізде Алматыға кеттік, студент болып. Сосын сол бір ұядан шыққан соң бостандық өмір көріп, сол кезде енді өмірдің заңы, сырттан келген, орысша білмейтін Алматыға келген балаларға бұрынырақ келгендер жаңағы ақшасын алып алып, киімін алып алып, сондай жағдайларға тап болған кезде мен енді өзім сол ауылда спортпен айланыстым, мектепте де сондай. Сіз спортсменсіз ба сонда? Күреспен, еркін күреспен айланыстым. Сол жаңа бізде Ұзынбұлақ деген мектепте, сол кезде кішкентай кезім сол жақта, кейін келгенде сол спортпен айланыстым. Жаңа тіпті тренерім әлі есімде, Боранбай деген. Бірақ мен өзім оқыған Ақсай деген мектепте ондай не болмады. Енді қазір айтуға ұят шығар, бірақ мен сондай сотанақ болдым. Барлық мектептерде де сол атым шығып, күні бүгінге дейін әлі таниды, сондай болдым. Сол енді Алматыға келген өңінде сол жаңағы өз-өзіңе тұру керек, жаңағы қорқақ болмау керек
содан сол жақтан жаңағы бір бедел жинап, авторитет дейді ғой. иә Содан тіпті сол криминальный өмір болып кетті. Жаңағы тіпті сондай адамдар тонау, әлкім шарик ойнау, сондай топтарменен жүрдік. Бірақ та бәрібір сол жүрегімде сол қорқыныш ой болатын, мен дұрыс емес, мына істерім дұрыс емес, мен Құдай бір күні жазалайды. Әрдайым өкінетім, бірақ ана ортада жүргенде сен еш нәрседен қорықпайтын, сондай қайтпайтын, сондай болу керек, сондай болды. Сондықтан енді мен жаңағы өзім күнәһар екенімді бәрін сондай түсіндім. Кейін тіпті осы жұмақ тозақ туралы ойланған кезде мен 100% тозаққа кетемін деп ойладым. Күнәһар екеніңізді қалай сіз сездіңіз? Өйткені көбісі мен күнәһар емеспін деп қабылдайды ғой. Сіз қалай түсіндіңіз соны? Мен күнәһар екенімді. Енді жаңағы біреудің затын тартып алу ол күнә ғой енді. Олар жылайды, тіпті кейбіреулері қарсы шықса оны сындыру керек, ұру керек. Сондай нәрселердің бәрі негізінде қылмыс, бір жағынан күнә, біреудің көз жасы, сондай енді күнә деген негізінде Құдайға ұнамайтын нәрсе ғой. Ол адамның өзіне де ұнамайды негізі. Күнә жасап жатқан адамға да ұнамайды. Маған сол нәрселер ұнамайды. Сол кезде де ұнамайтын, бірақ кішкене сол орта сондай болды. Солай өмір сүру керек. Жаңағы айтатын еді ғой. Волками жить, поволчьи выть деп. Да, орысша. Сондай орысша. Сол сияқты жаңағы сондай бір түсінік болды. Сондай ата-ананың тәрбиесінен кейін біз ойладық ол кезде ата-ананың тәрбиесі жақсы, бірақ 100% емес. Ата-анамыз мынандай жағдайларды жаңағы не учитывает деген сияқты ойладық та. Енді мына жаққа келсек сүмірейіп жүре берсең онда біттің ғой. Меніңше сіз ендеше Құдайдың таңдалған ұлысыз, өйткені ендеше емес, өйткені көбісі сөйтіп ойланбайды ғой біз күнәһар екенімізді. Мен мысалы Исаны қабылдамай тұрып, мен өзімді таза деп ойлайтын. Исаны қабылдағаннан кейін мен өзімді күнәһар екенімді сезіндім. Енді Құдай әр адаммен жеке жүрегінде жұмыс істейтін болар. Мен бірақ сол кішкентай кезімде түсіндім сол күнә екенін бәрін. Ойланатын кісі екенсіз ғой. Ол айта берсе көп қой. Бірақ та енді негізінде енді осы жаңағы Исаға сенуге себеп не болды деп айтып отырсыз ғой. Енді көп бізде енді өзім мұсылманмын деп ойлағаннан кейін мен пайғамбарымыз Мұхаммед, Құранымыз, кітабымыз Құран, дініміз ислам деп солай әкемізден солай тәрбие алып өттік. Сол кісінің уағыздарымен өстік, бұл айтқанда. Бірақ ол кездегі ол менің әкемнің уағыздары мен қазіргі муфтилардың, имамдардың уағыздары жер мен көктей. Ол кезде шынында да жаңағы кейін түсіндім, сол ең алғашқы жаңағы 10 өсиет дейміз ғой, 10 өсиет Мұса пайғамбар. Соған негізделген болатын. Жаңағы некедалдық бұзба, кісі өлтірме, ата-анаңа құрметте, өтірік айтпа, біреудің затын ұрлама, өтірік куә берме. Осының бәрі былай айтқан кезде сондай менен қазақта біреудің ала жібін аттама деп тәрбиелеген сондай. Енді ал қазір мүлде басқа, қазіргі уағыздар енді мені кешірер енді молдекеңдер. Қазір мүлде жаңағы мысалы мынау харам, мынау халал, немесе жаңағы мынаны рұқсат еткен, пайғамбарымызға мынаны рұқсат еткен, бізге де болады. Сондай енді қазір уағыздарды қазір нетпей ақ қояйын. Бірақ ол кезде қазір өте көп сондай бір білімді сияқты көрінгенмен сол негізгі сол 10 өсиеттен ажырап қалды қазір. Қазір моральный жағынан басқа нәрселер сондай да адамның негізінде айтайын дегенім, менің түсінгенім Құдай тағала, Алла тағала дейміз. Және мына күнәһар адам
енді екеуінің ортасында мәселе біздің күнә. Осыны қалай татуластырады, қалай Алла тағала адамды кешіреді. Айтып беріңіз. Осы туралы ойланатынмын мен. Өйткені ойланатын менде. Бұл арыс болып қойды ғой енді. Ja? Алдын ала біліп, соны істемей тоқтап қалсаң, онда ойлайсың, я молодец деген сияқты да. Ал бәрі болып қойды ғой енді. Ұрлық та болды, зорлық та болды, басқа да болды енді. Сондықтан кейін боларыс болды, бірақ енді сондай. Кейін сол Иса туралы ести бастаған кезде оған мен бірінші себепкер мен әйелім болды. Өйткені мен сол кейін Жаңаөзен қаласында Алматыдан кетіп қалуға тура келді. Өйткені криминал, біраз жігіттер сотталды, жақын досымды өлтіріп те кетті. Ол енді атын айтпай ақ қояйын, қазір мүмкін туысқандар ренжіп қалар. Өте жан досым болды, соны өлтіріп кетті. Мен жоқ болып қалдым, бірақ ол кезде қасында. Қатты өкіндім. Сондай нәрселер адамды ойландырды. Бұл жақсылыққа апармайды. Әрине, мен досым ол дерзкий, жақсы адамгершілігі бар болды, бірақ ол күнәһар болды, ол кінәлі болды. Ол сол рекет болып жүріп, содан өлді. Ол енді қазір түсінеміз, оның бәрі ақылмен істеу керек еді. Бір асып кетті ғой енді. Бір сенен де мықты біреу шығады ғой енді, бір сондай жағдай болды, сондықтан ойланатын жағдай болды. Сіз өзіңіз рекет болдыңыз ба? Мен содан сол басталғаннан кейін, шынын айтсам, мен қашып кеттім мен. Неге? Сол Жаңаөзенге қашып кеттім. Сол жақта жұмыс, мұнай, кішкене өмірді өзгертейін, ортамды өзгертейін деп сөйтіп сол жақта қашқандай болып кеттім да. Өйткені мен достарым өте көп болды. Жаңағы институтта оқитын, алдына мақсат қойған достарым болды. Бірақ жаңағындай спорт, сондай жаңағы сондай разговоркілермен айланысатын достар, мен мына достарды ана достарға апармайтын. Өйткені мен түсінетім, мына достар бұлар былай айтқанда мирный дейміз ғой. Мына достар енді оған қой десең де сен тыңдамайтын. Сондай. Жаспыз ғой енді, 20, 24, 23. Сөйтіп сол жаққа кетіп қалған кезде, ол жақта сол әйеліммен таныстым. Сол танысқаннан кейін мен ол кісіге мен ойландым, енді ол кез мұнайда жұмыс істеймін, ақша табамын, жақсы, бірақ енді үйлену керек. Сосын ол әйелім ұнаған соң, мен оған айттым, маған тұрмысқа шық деп. Бірақ ол айтты маған, мен саған шыға алмаймын деп. Басында ойладым мен енді, мүмкін бойым қысқа шығар, бет әлпетім ондай бір красавчик емес шығармын деп. Бірақ дегенменен бәрібір сол ол кісіге ұнауға тырыстым. Не үшін ол сөйтіп айтты? Ол кісі. Как раз сол кейін сол бір-бірімізді сеніп, жаңағы жақсы ашылып, сондай болған кезде мен қайтадан сұрадым, менде үміт бар ма деп. Сол кезде ол айтты маған, саған керек па бала көтермейтін әйел? Сосын 2 жыл ғана өмірім қалған, рак деген диагноз қойған. Сол мен бала көтере алмаймын, по-женски. Ол кезде мынандай совет уақытында паспорт, сол паспортыңа печат қояды сенің, сосын кейін үйленгенде сол кедергі болады, сондай бір деген айтты. Мен басында түсінбедім, ол бірақ та енді сол өзінің тілі жеткенше солай түсіндірді. Содан мен ол ауыратын, тіпті 1 жыл ғана өмір қалған көріп, мен одан ары жақсы көріп кеттім. Мен айттым, мейлі бала болмаса да, мейлі 1,5 жыл өмір сүрсе де, маған шықшы тұрмысқа, мен сені сүйемін. Сөйтіп біз 2-ақ күн қызбен жігіт болып жүрдік, сосын заявление жазып тастадық, әке-шешемізге айтпай, ЗАГСке заявление беріп тастадық.
Құдай жүрегіңізді көрген ғой аға. Өйткені қандай еркек сондай әйелді алады, енді ракпен ауыратын, бала тумайтын. мен өзімді мақтай алмаймын, жаңа айтып отырмын ғой, ондай жақсы адам болған жоқпын деп. Жүрегіңіз енді жұмсақ екен. Құдайдың ісі болды ол. Құдайдың жұмысы болды, Құдайдың жоспары болды. Мен оны кейін түсіндім. Ол кезде Құдай бас ауырмаған Құдаймен іші жоқ деп ойламайсың ғой Құдай туралы. Бірақ Құдайдың ісі болды. Өйткені жаңағы Исаны ең бірінші рет естідім дегенім, сосын Әлия, мен шынымен сондай сүйетінді көргеннен кейін ол сондай маған толықтай сеніп бүкіл сырын айтты. Қалай ауырған, қалай болған сөйтіп. Сонда мен қысқаша айтайын, Әлия өзі айтып берер. Ол сол диагнозды тапқаннан кейін ол онкологияда жатқан, онкологияда әйелдердің сол химиядан кейінгі жағдайларын көрген, труптарды шығарып жатқанын көрген. Сосын ойланған, енді мен ана болмасам, болашағы жоқ. Бала көтеріп ана болмасам, карьера жасап бір бала жоқ болса да бір карьера жасап, бір ғылыми немесе бір отанына бір үлес тигізетін сондай бір не істемесем, мен бір 2 жылдан кейін өлетін болсам, мен оны қазір-ақ өле салайын деп, маған таныспай тұрып, одан 1 жыл ма, 1,5 жыл бұрын сол көп антидепрессанттар сатып алып, соны ішкен. Сол жағдайдан ол жаңағы қалай айтамыз, кома дейміз ба, сондай неде жатқанда деталін бәрін айтпай ақ қояйын, ұзақ болып кетеді. Сонда Әлия айтады, мен түсім ба, өңім ба, аям ба, ол кезде түсінбейді, сол аспанға көтерілген. Аспанға көтеріліп, бір үлкен жаңағы дарбаза дейміз ғой, үлкен, өте үлкен. Соның қасында екі жағында 2 періште есікті ашқанда, сол кезде ол Исамен кездескен. Иса, мынау Иса деп түсінген. Оны ешкім түсіндіріп керегі жоқ, бір сол-ақ түсінген ол. Бір ғажап. Сол кезде Иса жаңағындай қолымен былай мына жаққа өт деп сөйткен. Сол жерге барған кезде былай айтқанда Әлия айтады, біз былай телепатически сияқты түсініп жатырмыз сөйлегеннен. Қазір біз сияқты сөйлеп тұрған сияқты емес. Ол айтып жатқан, ол менің не өмірден түңілгенім бәрін толық түсініп тұр. Бала сүйгім келетінін, бала жақсы көретінін бәрін түсініп тұр. Бірден маған балаларды көрсетті дейді. Көп балалар. Бұлтқа оранып жатқан небесный материал деп қояды, мен әйелім русскоязычный. Сол қуанып кеткен, бүйтіп ары-бері жүгіріп. Сонда бір баланы көріп, сол баланы алғысы келген. Сосын айтқан, мына бала ол ма қыз ба деп. Сонда айтқан, ол мынау қыз деп. Енді тура осындай ұл бересің ба деп. Сонда Иса айтқан, тура ондай болмайды. Әр адам жеке дара. Единственный. Қазір әрбір адам дара. Бірақ ұл сұрасаң ұл беремін, қыз сұрасаң қыз беремін деп. Сөйтіп ата-ананың барып батасын ал, сондай айтқан, сөйтіп көндірген, сосын қайтадан жіберген, қайтадан жерге келген. Ол сонда қалай ол сонда аспан операция істеді ма ол кісіге? Жоқ, отравить етіп жатқан кезде, жаңа аян ба, түс па, видение ма, бұл айтқанда, жаңағы айтқанда қазір духовный түсінеміз ғой. Рухани. Түс көрген сияқты, жаңағы айтпайды, что өліп қалды, тән рухы ұшып кетті деп, жоқ, ондай емес ол. Сол қайтып есін жиған кезде, бір байқағаны, бұрын зрениесі өте төмен болған. Мықты болып. Зрениесі күшті болып кеткен, патологтағы паутиналарды көріп. Оны біз кейін түсіндік, сол кездесуде ол толық сауығып қайтқан. Ол маған кездескенде де әлі сол ауырам, сол диагнозбен жүрмін деп ойлаған. Былай қарасақ екеумізде, мен Алматыдан жаңа криминалдан қашсам, ол қан жақтан Атыраудан Жаңаөзенге врачтардан қашқан. 2 қашқын бір жерде кездестік. Құдайдың жоспары. Сөйтіп сол кезде сол Исаны көрген туралы айтты.
мен сол кезде Иса кім ол? Сол Иса түстен кейін, пайғамбар. иә? Содан кейін Иса пайғамбар. Әкемізден естігенбіз, Иса пайғамбар қиямет қайым болғанда көктен Иса түседі, жерден мәді шығады деп сондай жаңа айтатын. Сондай Иса пайғамбар деген өлгенді тірілткен, соқырдың көзін ашқан, сондай мұсылман деп сөйтіп айтатын да. Ал енді бір ол туралы терең ойлаған жоқпын. Тіпті ол кезде мен қазақ мектебінде оқығандықтан мен Иса пайғамбар, ол Құрандағы Иса пайғамбар, Иисус Христос деген екеуі бір адам екенін мен ойлаған жоқпын да. Миыма кірген жоқ. Иисус Христос деген орыстардың құдайы деп ойлаймыз. Иә, сол орыстар чоқынады сол. Иә. Иисус Христос суретін қойып қоятын, былай шашы өйткен. Иә. Кресі бар. Иә. Сол иконаларын бірдеңелерін байқап қаласың. Енді орыстармен бірге оқыдық, армияда да бірге болдық, крест тағып жүрді, үйіне қонаққа барған икондарын көретінбіз. Бірақ та оны ойланған жоқпын. Иисус Христос, біз мұсылманбыз. Солай. Енді былай қарағанда аңқаумыз ғой, сонда ештеңеге түсінбейді. Сөйтіп, соны түсінген жоқпын. Иса пайғамбар ол. Мен үшін ол Иисус емес болды. Иса пайғамбар. Солай бірінші рет мен Иса туралы, ол сонда сондай, неге ол көрінді, неге ол бала берем деді. Сондай таңғалдым, сөйтіп ойладым. Бірақ пендеміз ғой, 90-шы жылдары выживать ету керек болды. Бизнес, анау мынау, сауда, енді криминалды қойып, саудаға кетіп қалдық. Мен сатпаған нәрсе қалған жоқ. Бензин, ГСМ, неге дейін саттым. Бәрін саттым. Бәрін саттым. Қытайдың товарын былай қойып, соға дейін сатты. Тіпті Атырау ояқтан черный икра әкеп, оны анда мен Волгоград, Россия, Астрахан, Барахолка, Алматы, Атырау, Жаңаөзен, Ақтау бәріне не керек, қайда не керек, соның бәрін тасиды, ақша жасайды. Ұмытып кеттік сөйтіп. Исаны. Үй алу керек, жас семья болды, машина алу керек, бизнес керек, сөйтіп жаңағы сөйтіп сонымен ұмытып кеттік. Сосын 9 жыл өтіпті. 9 жылдан кейін сол мен Талғарда тұрдым ол кезде, сол сауда істеп, сауда істеген соң жаңағы налоговый, санэпидстанция, солармен 100 грамм ішу керек болатын болды. Сөйтіп мен сол 100 грамм ішіп, солармен әмпей-жәмпей болып, анау керек адам, мынау керек адам деген сондай түсінік пайда болды сол кездерде. Сөйтіп сол ұнамайтын болды мен әйеліме. Бірақ енді алкоголик болып кеткем жоқ. Ішіп келесіз просто. Ішіп келеміз, сөйтіп төбелесіп те келетіміз арасында. Сонда сол әйелім ренжіді, бүйте берсем ажырасамын. Кішкене айтып кетейін, жаңағы баланы көрсеткен кезде, жаңа айтуды ұмытып кеттім, байқағаным басында кішкентай қалы бар екен баланың. Бірінші бізде ұл туды. Ұл туды. Рактан кейін сіз ұл тудыңыз. Иә, Құдай емдеді. Бізден 1 жылдан кейін ұл туды. 1 жылдан кейін өлетін әйелім өлген жоқ. Былай айтқанда. Ұл туды. Бірақ күймен тіршілік жаңамен немен жүрдік. Сосын жаңағы больницаға да барып қаралып тексеріліп неткен жоқ. Сосын екінші қыз туды. Қыз туған кезде мен әйелім сол қызды таныды. Қал бар. Көкте, аспанда Исамен кездескенде ол сол бетін бәрін таныды. Рахмет. Сол өте қызық болды. Сонда не алып келеді, жаңағы акушеркалар алып келеді ғой. Сол кезде емізуге алып келген кезде, сол кезде сол есіне түсті, таныды, алып кеткенде есіне түсті. Сосын жаңағы көз жету үшін қалы есіне түсті. Балықтың қабығына ұқсайды деп. Соны алып келген кезде екінші рет сол басын ашып қарағанда қалы тұрды. Сол қызымыздың басында қалы бар, қазір 30-ға келді қызымыз. Құдайға даңқ. Одан кейін Құдай бізге 6 бала сыйлады. Ракпен ауырған кісі 1 жылдан кейін өлесің деп айтты. Ол кісі
қанша? 6 бала? 6 бала. 6 бала. 6 баламыз бар. Тек қана Исаға даң. Құдайдың арқасында. Иә. Бірақ та енді біз Құдайдың қаншама рахымы мен мейірімі, ол адам сияқты емес қой Құдай. Иә. Біз сонша соны елемей, Исамен кездесіп, оның сол рақтан сауыққаны, жаңағы қызды көрсетіп басында қалы бар дәлелі, ол дүниеге келгені, сонда да елемей әлі өмір сүріп аттық. Анда-санда сол Иса ұмытып кетеміз. Керемет. Былай қараңыз, адам баласына бір жақсылық жасап, оны ұмытып кетсең ренжиді ғой. Иә. Туысың бол, досың болсын, айтады ғой, мына Қанат баяғыдан мен осыған қол ұшын беріп едім. Вообще рахметі жоқ қой деп айтуым. Біз де сондай болдық қой, күнәһар. Иә. Құдайға, жаңағы Исаға рахметіміз жоқ. Ол кім деген, сол туралы білейікші деген ой жоқ қой. Как будто сауық кетті, болды. Былай айтқанда енді қандай тілмен жеткізуге болады сондай адам, біздің адамның сондай жаңағы қалайсам рахметі жоқ, неблагодарный дейді ғой. Да. Рахметі жоқ, елемеген, соншалық жаңағы күйбең тіршілікке, анау-мынауға берілген. Сөйтіп жүрген кезде енді Құдай ойлаған шығар, мына Қанат қашан маған қарай бет бұрады. Сөйтіп жүрген кезде мен Мұхаммед Али деген кенженім бар. 70 жыл. Сол мәсіхшілер қауымына барып, сол жақта жаңағы ізгі хабар дейміз, қуанышты хабарды естіп, Исаның, Құдай тағала Исаны жерге жіберген, ол бүкіл адамзат үшін өз жанын қиған, қайта тірілген, көкке көтерілген, ол тірі, енді Исаға сенген адамдар күнәсі кешіріледі, қияметтің сотына бармайды. Соның бәрі ізгі хабар, қуанышты хабар. Соның бәрін естіп, ол маған қарағанда ол сенген. Сеніп, сол қауымда сол тәлім алып, сөйтіп жүрген, сосын сөйтіп жүргеннен кейін, ол кезде көп тиым салмайтын брошюра, кітаптар, өлгесін қайда барасың, жұмаққа ма, тозаққа ма деген брошюралар, сосын Иса деген кім, Құдайдың жоспары деген не, сондай брошюралар тарататын да. Сол былай айтқан кезде сол Інжілді кішкентай кітаптарменен жасалған Інжілде тарататын. Сол таратқанда біздің сол кегенге таратқан, ауылға таратқан. Сосын жаңағы әкем молда болған өздері, әкем молда мешітте мәзін болып жүрген. Сосын сол әкеме былай айтқанда жаңағы ескерту жасаған ауылдың ақсақалдары. Мына Мұхаммед Али деген балаң чоқынып кетті. Қазақта прямо айтады ғой, чоқынды, дінін сатты, дінін сатты, чоқынды деп. Сөйтіп айтқан. Әкем де намысшылар еді, жаңағы өз бедел болған деген. Сосын әкем ант ішеді, мен 8 ұлымды кәлимаға тілін келтіріп, ила илаха иллалла Мұхаммед расулалла, Құдайдың құлын, Мұхаммедтің үмбетін дегізіп алдарына әкелемін деген ақсақалдарға. Сөйтіп жаңағы кешіріңіз. Ауылда клуб бар. Қазір сол клубқа халықты жинайды. Жаңағы орталықтан келгеннен молдаларды жинайды, ішінде имамы бар ол кезде. Сосын милиция да келеді, әкім келеді. Сөйтіп оны шақырып ортаға салып, сен неге мына басқа діннің кітабын таратасың біздің ауылға? Енді ол халықтікі де дұрыс, былай ойласам да. Олар енді мен де болсам сөйтетін едім ол кезде. Мынау біздің дін, басқа дінді әкеліп жатыр деп па, сөйтіп ойлап. Сосын соны ортаға алғанда сол Мұхаммед Алидің бетіне түкіреді. Жаңағы бір-екеулер жаңағы кішкене аяғын сермеп қалады. Мен болған жоқпын енді. Бірақ сол мен Қайрат деген бауырым бар, солар болды бірге. Сөйтіп мазасын кетірген соң жаңағы әкім кісі, жақсы кісі, кім екенін ұмытып қалдым әйтеуір сол кезде. Сол кісі халыққа басу айтып, тоқтатып айтады, сұрайық өзінен деп. Сол кезде ол жаңағы
өзінің өмірдің өзгергенін айтады. Ол жаңағы әкеміздің кенжесі болғаннан кейін арақ ішетін, ол да тыныш жүрмейтін, сол біреудің, в общем, былай айтқанда әлгі косяк дейміз ғой. Иә. Сол косяктарын малын сатып, түрмеден алып қалып сөйткен. Жаңағы інімді. Соңында ақсақалдар жиналып оған мына жаман жолды таста, әкең қартайғанда жерге қаратпа деп бір жыл бұрын ескерткен. Ол содан бастайды, былтыр ескертіп едіңіздер, мен Құдай жолына түстім енді деп. Иә. Сен Құдай жолына түссең намаз оқымайсың ба? Мынау сен Құдай жолына түскен жоқсың, сен христиан болып кеттің. Мәсіхші. Деп олар енді. Олар енді мәсіхші дегенді қазір түсініп жатыр ғой. Ол Иса пайғамбардың шәкірттері, ол Құранда да ол хауарилар, олар мұсылмандар дегенді, оны әлі де кімде-кім болмаса түсіне бермейді. Біз түсінеміз. Сөйтіп сол кезде ол жаңағы сол жерде айтады, менің өмірім өзгерді, мен қоям деп қоя алмай жүрген әрекеттерді мен осы Құдайдың құдіретімен мен тастадым. Мен қазір арақ ішпеймін, темекі шекпеймін, адал жолмен жүрмін деп. Сондай куәліктер болғаннан кейін оны жаңағы бірнеше сұрақтар қояды. Сұрақтар қойған кезде жаңағы екеуін ғана айтайын. Жаңағы әкім кісі айтады, молдекелер енді сұрақтарыңызды қойыңыздар дейді. Сонда бір кісі сұрақ қояды. Сендер қайтыс болсаңдар жаназа шығарамыз ба, шығармаймыз ба? Сосын Мұхаммед-Али түсіндіреді, жаңағы ата енді жаназа деген ол қайтыс болғаннан кейін сіздер дәстүр бойынша шығарасыздар, мына қарызы бар ма, біреудің өкпесі бар ма деген сияқты. Ал тірі адам ол Құдайға жолына түскен кезде қарыз болса тірі кезінде барып құтылады, кінәсі болса барып аяғына жығылып кешірім сұрайды, біреу оған жамандық істесе оны кешіреді. Жаназа деген нағыз жаназа сол. Сөйтіп өмірде Құдайға алғыс әкеп, сондай етіп өзгерген өмір ол. Сосын екінші кісі қойса сұрақ қояды, ол сұрақ қойғанда айтады, сендер өлген кезде ай қояйық па басына? Ай қоймаймыз айды. Крест қойсақ ана біздің бейітте жараспайды. Деп. Сосын жаңағы әкім айтады, болды, сұрақтарыңыз сіздер мағынасы жоқ сұрақтар. Сіз қарсы болдыңыз ба әңгімеңізге? Мен бір таңғалатын, мен ешқандай қарсы болған жоқпын да. Тыңдайтынсыз? Тыңдағанда мен тыңдамайтын, мен мінезім ол маған келіп ақыл айтатын, маған ондай қорқатын да, мен ешкім тыңдамайтын. Мен тыңдамайтын. Бірақ сол оқиғалар маған былай айтқан кезде жанама, косвенно дейміз ғой, жанама әсер етіп атыпты, мен оны түсінбедім. Құдай қалай жұмыс істеу керек біледі ғой адаммен. Мен соны наблюдать етіп, соны ой елегіне салып, біз енді криминалда жүрген адамдар ойлаймыз ғой. Кім дұрыс, бұрыс, кімде қулық, кімде там әділдік жоқ. Сондай. Былай айтқанда по-мужески дейміз ғой. Ойланып нетесіз. Соны былай қараймын да, сонда мен солай Құдай солай жұмыс істеп жатқан екен. Сосын оның бәрін әңгімесін естимін. Бірақ қарсы болған жоқпын. Мен оның өмірдің өзгергеніне қуанып жүрдім. Ол менің бір, былай айтқан кезде, мен осыны уайымдайтынмын. Інім ғой. Дұрыс өмір сүру керек, мына заманда ақша табу керек, алдыңа мақсат қою керек. Не мынау жүрсің, анау деп жүрген адам, ол таптаза киініп, сондай сыпайы, темекі шекпей, өмірі бет өзгеріп кетті сондай. Мен оған сол жағын байқадым, түсіне алмадым. Ол Құдайдың өзгертіп жатқанын, Құдайдың келген кезде. Сондықтан мен қарсы болып сондай болған жоқпын. Бірақ мен оған айттым, сен оқыған кітапты әкеліп бер маған. Ол маған сол кітаптар әкелді. Сол кітаптарды оқыдым. Бірақ мен жүрегімде мұсылманмын, жаңағы әкем кішкентайымыздан намаз оқып үйреткен, мен бірінші класты бітіргенде бір намаз оқып үйренген. Әлхамду, құлқуалла бәрін жатқа білетінмін.
интернатта оқимыз, қойшының балалары болсын, каникулға келгенде әкем айтатын, о, Қанат балам менің, осы жақсы оқитын, бәрін айтатын, мен өлгенде шайға Құран оқитын осы балам деп маған бір сом беретін. Айтып берші дейді, мен зырлатып айтып беретін жаңағы да. Мотивация. Иә, альхамдулиллахи раббил аламин рахман рахим мәликем, бәрін айтып беретін. Соны жаңағы кейде ана малға асығып кетіп бара жатса әкем, мен айтатынмын да жаңағы әкемізді ата дейтінбіз неге екенін. Қытайдан келген ата дейді. Ата дейтін да Құран оқып берейінші деп сөйтемін ғой. Сөйтсем асығып бара жатыр ғой, мал өргісі кетіп қалған сөйтсе. Ей кемпір, анаған 3 сом бере салшы дейді ғой. Білемін жатқа білетін. Ақша сұрайын деп. Амалын. Сондай. Сондай адам. Сондықтан енді мен біріншіден мешітке бардым. Талғар мешітіне бардым. Сол жерде бірден бардым, сол айттым, кім бұл жерде главный дейміз ғой енді жаңағы ол жерде. Сонымен сол кезде есімде жоқ кім екенін. Әйтеуір біраз кісілер келді, үлкен кісілер. Не керек деді. Сен маған осы мына Құран кітап керек. Құран кітапты сатып аласың деді, анандай неден деп. Жақсы дедім. Сосын Құран кітап сатып алдым, сосын басқа да нелерді алдым. Соны екеуін отырып мен бір 6 ай оқыдым мен соны. Құранды қалай дәрет алу, қалай намазға жығылу керек, қалай түгел соның бәрін оқыдым. Сосын Мұхаммед Алиге жаңа ана кітапты алып кел дедім. Енді ойымда мен ойладым, сол жерде Құранда Иса туралы бар екен. Сосын мен түсіне бастадым, сол Иса, Иисус екеуі сол бір тұлға екен. Енді соншалық қарапайымдылық ауылда өскен, былай қарағанда. Мұса, Моисей екенін, Давид жаңағы, Сүлеймен, Соломон екенін, Ибрагим пайғамбар жаңағы Авраам дейді да. Соның бәрін оқып мен көзіңіз ашылды. Вау деп жаңағы мана Библия деген қазақша келіп қалды. Бұл не Құран мен екеуі бұл соның алдындағы кітаптар екен ғой. Деп сонымен сол әлі қуана оқи бастадым. Сол мен көзім ашылды. Көзім ашылып, сосын жаңағы Исаның құтқарушы екенін, ол туралы мысалы Құранда да 3-ші сүре Әл-Имран сүресінде 45-ші аяттан бастап сол жерде періште Мәриямға келіп, сен ұлды боласың деп айтқаны, ол мен пәкпін, мен қалай ұлды боламын. Сол Інжілде екеуі Құдайдың рухы келеді саған. 90% екеуі бірдей. Оқыдым. Сәл өзгеше бірдей. Мен түсінбедім, қандай мәселе, қандай проблема? Исаны қабылдау. Бірақ сөйтіп. Кімдер отрицают же, что ол Құдайдың ұлы екен. Құранда жазылған бірақ. Ол кезде енді әлгі менің бағыма қарай деген сияқты. Ол кезде қазір айтайын 99 жылдары қазіргідей оқымыстылар медресе бітіріп келген жаңағы учение мынау Аллаға ортақ қосуға болмайды, Алланың ұлы болмайды, Иса ол Құдайдың ұлы емес, ол қателік, Інжіл өзгертілген, жаңа күн өсиет Таурат өзгертілген, соңғы кітап Құран деп ондай айта алмайтын ол кезде. Берен салам ғой, ондай ешкім. Қазір сөйтіп қазір пропаганда болып кетті қазір. Бірақ та енді ол Құдайдың алдында өздері жауап берер. Өйткені Құранға қараса, Құранда Інжіл мен Тауратты оқымасаң, сен дәнің емессің деп жазылып тұр да. Және де оны айта берсем мен де екі діннің арасына анау-мынау деп неткім келмейді. Менің айтқым келген мүлде дін туралы айтқым келіп тұрған жоқ. Негізі сенім. Сол сеніммен Құдай, бағана айттық қой, Құдай күнәһар адам, киелі Құдай. Енді ол ешқандай дінде бұл мәселе емес. Сол қалай кешіріледі? Ол тек қана Иса арқылы кешіріледі. Алла тағала жаңа Мәриям ұлы Ғайса Алланың рухы және Мәриямға түскен сөзі деп Құранда жазылып тұр ма? Інжілде мен өзімнің ұлымды, жалғыз ұлымды құрбандыққа бердім. Оған сенген әркім қияметтің сотына келмейді, мәңгілік өмірге ие болады. Сөйтіп Інжілде жазылып тұр. Кейінгі жаңа елшілердің айтқаны, олар да мысалы айтып жатыр, өз аузыңмен Исаны құтқарушым деп қабылдасаң,
жүрегіңде оны Құдайдың қайтадан тірілткеніне сенсең, онда сен құтқарыласың. Сен сауап жасап құтқарыламайсың, сен сеніп құтқарыласың. Сол кезде жаңағы сен рахмет ретінде өзгересің. Рахмет ретінде жаңағы күнәңді тастайсың. Алғыс ретінде сен жаңағы басқа жаман привычкаларыңды, өмірің 180 градус Құдайға намды болып өзгереді. Өйткені Құдайдың сөзінде адам тек қана нанмен өмір сүрмейді, Құдайдың сөзімен өмір сүреді дейді. Аумин. Ол енді рухани, оның астарында терең. Ол біз тамақ ішпесек, мен 1 жыл тамақ ішпей өліп қаламыз, 1-2 айдан кейін. Тура сол сияқты негізі Құдайдың сөзін оқып, оны ой елегінен өткізіп, жүрегімізге жеткізіп, осылай екен деп соны күнде тамақ сияқты жемесек, онда біз рухани өлеміз. Онда жаңағы религиозный діндар адам болып қаламыз. Жаңағы мен бұл жерде айтпай ақ қояйын, ана дін, мына дін деп та. Дін көп. Жер жүзінде 500-ден астам официальный діндер бар. Каждый дін өзінікін Құдайдан деп ойлайды. Бірақ та құтқарушы біреу-ақ Иса. Тек қана Иса. Бүкіл әлем қияметте жер Иса келетінін біледі. Қача кішкене қате тарақтап айтады, біздің жаңағы дәжжалды өлтіреді, анау мынау деп қояды. Ол антихрист қой енді бұл айтқанда. Қазір ол баяғыда сказка сияқты. Енді о жағына кетпей ақ қойып, мен өмірім туралы болғансам, мен өзім өміріңіз айтыңыз. Қалай өзгерді? Мен енді сол Құдайдың сөзі өзгертті. Сосын мен өзім жаңағы бірінші бәрібір адамның өзінің табиғаты, күнәһар табиғат дейік та. Құлық табиғат қалмайды ғой, мен өзімше ойладым. Мен ана Мұхаммед Али ол ақыллы онша емес. Мен оған қарағанда ақылдырақпын. Мен үлкенмін ғой деп. Жоқ, мен үлкен емес. Мен түсіндім. Жоқ, мен қараңыз. Мен түсіндім Құдай мені кешіргенін, мен үшін Иса келгенін, жанын қиғанын мен түсіндім. Бірақ елге айтып не қыламын? Өзім мәңгілік өмір алайын, кешірейін, кешірім алайын, енді күнә жасамай өмір сүрейін. Құдайға рахметімді айтып, ешкімге айтпаймын. Зачем? Маған проблема не керек? Дін сатқан екен, шоқынған екен, анау мынау деп. Өздері ұқпаса өздері кете берсін тұзағына деген сондай оймен сөйтіп ойладым да. Сөйтіп ойлап, өзім ақылды деп жүрмін ғой. Кейін қарасам, келі кітапта өзін ақылды деп санаған ақымақ екен ғой. Ол дұрыс қой. Сөйтіп, кейін келі жазбаны оқыған кезде Исаның айтқан сөзі бар. Мен бар салтанатыммен келген кезде, кім мені адамдардың алдында мені мәсіх деп, құтқарушы деп мойындамаса, мен де оны мойындамаймын. Мен сол кезде түсіндім. Жоқ, мен адамдарды алдауым мүмкін, Құдайды алдай алмаймын. Или бас тартуым керек. Егер мен адамдарға қарасам, онда мен бас тартуым керек. Керегіне маған сөздің жаңағы шоқынған, дін сатқан, сектант, анау мынау деген керегіне маған. Құлағыма да ұят деп сөйтіп бас тартуым керек. Онда мен шындықты біліп тұрып, былай айтқанда, мәңгі өмірден Құдайдың рахымы мен кешірімінен айырыламын. Былай айтқан кезде мен криминалда болған адам, это так только поступать трусы, қорқақтар солай. Мен сонда неужели сонда мен қорқақпын ба мен? Құдайды сатып кетемін ба мен сонда? Мына жерде дінді сатып кет деп айтқан дұрыс па, жоқ Құдайды сатқан дұрыс па? Жаратушы рахымын мен жоспарын бәрін Ыбырайымға берген уәдесі, қазір уағыз айтып кетемін, кешіріңіз. Сондықтан мен де сондай шешім қабылдап тұрды. Сосын мен ары қарай оқи бастадым. Мүмкін мен қате. Сөйтіп мен Құдайдың рахымын, көне өсиеттен, ол Ыбырайыммен қалай жұмыс істеді, Дәуітпен, бәрін, ол алдын ала тіпті Исаны 750 жыл бұрын Ишая пайғамбар ол қалай келеді, өзіңіз білесіз, 53-ші тарауда, оны қой сияқты апарып құрбандыққа шалады бір қызметшісін, оның ұрылған, соғылған жараларының арқасында біз емделеміз, оның төгілген киелі қанның арқасында біз ақталамыз, бірақ оны біз Құдайдың жазасы деп ойладық, бірақ ол бүкіл адамзаттың күнәсі үшін қызметшісі құрбандыққа деп Иса келмей тұрып айтылып қойған. Енді Иса ол сол түгел орындап, тіпті Иса өзі жерде жүрген кезде айтып жатыр да, енді маған менің сол мәсіх екеніме, құтқарушы екеніме сенбесеңдер, менің мына
ісіме сеніңдер, Елизарды тірілтті, соқырды емдеді. Және ол мынандай сұрақ қойғанын айтты да, қайсысы оңай? Мына салып жатқанға тұр дегенім оңай ма? Жоқ, күнәң кешірілді деп айта салғаным оңай ма? Алайда сендердің менің кім екенімді білулерің үшін салып адамға тұр орныңнан төсегін жина дегенде олар төсегін жинап тұрып кетті. Былай. Біреулер айтады жар ол сказка деп. Бірақ ол нәрсе төртінші ол нәрсе енді мүмкін кейбіреулер ол әдемі қылып жазған кітап, ол қанат, ол керемет бір психологиямен сендер герой айтып бірдеңе деп айтатын категория адамдарды мен кездестірдім. Енді Құдай ашпаса маған бірақ енді мен өз өмірімнің өзгергені, менің әйелімнің арақтан емделгені, тіпті мен өмірімде семьямда көп жағдайлар болды. Менің тіпті жаңағы Исаділ деген балама ат қойдым. Иса балам, Иса әділ. Әділ, Иса әділ. Исаның әділдігі. Өйткені ол паховый грыжа болды. Сондай. Соны енді біз бәрібір енді жаңағы біреулер ойлайды, мыналар мәсіхші болды, жаңағы христиан болды, чоқынады деп та. Жоқ, біз кресте тақпаймыз, мысалы, жаңағы оның бәрі ол православныймен шатастырады да. Біз мәсіхшіміз ғой. Біз балаларымызды сүндетке отырғызамыз. Мен сөйтіп Исаділ баламды сүндетке отырғызбақ болдым. Сөйтіп Талғарда Ораз деген врач бар. Мықты сүндетке неді. Сол кісі сүндетке отырғызатын болып, хирургический неге алып бардық. Сол кезде жаңағы Оразға шығып, қанат, мына балаға сүндет жасаймыз ба, жоқ паховый грыжасын операция жасайық па? Мына болмайды ғой. Ол ғой мына балаға паховый операция жасау керек деп сөйтті. Сосын мен айттым, аға, сүндет жасасаңыз, енді сүндет деп келгенен ғой. Соңғы сүндет жазылған соң паховый грыжаға операция жасаймыз, жасармыз деп сөйттім. Бала тыңдап жатып көзі бақырайып. 5 жасар бала сүндетте. Соны мен жарайды деді да, айтып өтпейіп, соны сүндет деп тастады. Бірақ бала операция жасайтынды түсінді. Бір қызық сол кезде. Біз алдында сенатымыз енді. Құдай Исаның атынан сұраймыз, осы паховый грыжасы сауығып кетсінші. Мәсіхшілердің әдеті сол. Чөтішті бірдеңе болса, ой, Исаның атымен жазылып кетсінші, сена береміз бізде. Сөйтіп сенді. Ештеңе өзгермейді. Ойлап қойдық. Хирургический вмешательство керек шығар енді. Енді врачтардың қолына бата беріп, сену керек шығар деп, енді біз гадайт етеміз ғой енді. Сөйтіп жүрдік, сонымен жаңағы 5 жастан асты, жаңағы, сосын нәлевойға апаратын болдық мектепке. Соны справка жинау керек, жаңағы денсаулығын деді. Сол кезде жаңағы анализ өткізіп алып жүрсек, әйелім айтып, тексеріп грыжа жоқ. Вау. Сосын Құдайдың керемет. Бізде асып, әкелені көрсет, әтшуыңды дейміз да, қазақша. Бұлай қараймыз, бәрінің жоқ. Үлкен шар сияқты салбырап тұратын грыжа, паховый грыжа дейді. Жоқ, мұны құлан таза болды. Сонда жаңа ғана кішкентай Исаділ, сол бүйтетін, отырып алып сыйнатын. Көктегі әке, Құдай, Иса, мені операция жасатпашы маған деп, сода сыйнатын. Ой, жаным. Сонда міне періштердің дұғасы сияқты ғой, кішкентай баланың дұғасы. Біз оған елемейміз бүйтіп. Біз енді осылаймыз деп ойлаймыз ғой. Бірақ та кейін киелі жазбада қарасақ айтады. Сендердің сенімдердің бала сияқты болмасаңдар, сендер жұмаққа кіре алмайсыңдар дейді ғой, Құдай патшалығына кіре алмайсыңдар. Бала деген ана жерде бір өгіз бұзаулап жатыр десе сенеді ғой. Тура сондай сенім Құдайға сену керек. Ол Алланың ұлы болмайтынды қар, анау жоқ ол Құдай емес шығар, ол деп та соның бәріне нетпей, ана кішкентай бала сияқты. Солай ма, Құдайды ұлы ма, құтқарушы ма, ол тура солай сенсең ғана құтқарыласың. Аумин. Сол мысалы әңгіме жаңағы мүмкін ертегі шығар дегеннен шығып кетті ғой. Біздің өмірімізде көп да. Дәлелдер көп. Мысалы бақсы балгерлерге барып сауықтық деп жатқан адамдар енді естиміз да, мысалы. Ой, бәлен әулие бар екен, соны клиент болып кетеді ғой да. Біз Исаның атыменен біздің семьямызда қаншама сондай құдіреттер болып емделді. Сондай да. Сондықтан енді ол сенім деген дін емес. Ол сенім деп өзінің айтып тұр.
мына адам баласы өмірден өткен кезде тыржалаңаш келдік, тыржалаңаш кетеміз. Бірақ сенімімізді алып кетеміз. Сеніміміз. Сол сенімің қандай болды? Сол сеніміңменен мәңгілікке кетесің. А менің сенімім мен үшін Құдай тағала өзінің жалғыз ұлын Исаны жерге жіберді. Ол менің күнәм үшін айықшағаштай өзінің жанын қиды. Өлімді жеңіп қайта тірілді. Сөйтіп еді көкке кетті. Сондықтан мен оның Құдайдың уәдесіне сенемін. Менің барлық күнәм кешірілді дегеніне. Ақталдың. Өзіңдің жаңағы бір сауабыңмен, жақсы адамгершілігіңмен емес, Құдайдың рахымымен ақталдың. Көп адамдар бірден сұрақ қояды. Содан кейін сендер ақталдық, кешірілдік деп барып ертең күнәні жасай бересіңдер ма деп та. Ақымақ болсаң жасай бересің, иә. Бірақ та егер де шынымен жаңағындай қол ұшын берген адамға рахмет ретінде саған оған екі есе жасайсың ғой жақсылықты. Мысалы, бір жолда қалған жеріңнен сен алып кетсе, далада қалған жеріңнен, немесе бір үйсіз, күйсіз, далада түне алмай сондай жағдайға түскен жеріне біреу үй беріп, басыңа көмек, тамағын беріп, сөйткен адамға сен ертең есің жиған кезде рахметіңді айтып, оның өз өмірден өтіп кетсе бала шағасына барып құрметіңді істеуге тырысасың ғой. Бұл жерде тем более. Сен Құдай бізден ештеңе керек жоқ, ол бүкіл әлемдің иесі. Бірақ біз оның алдында адал өмір сүріп, оған құрмет ретінде мен жаман күнәларымды тастап, әрине жаңа өз күшіңмен тастай алмайсың. Құдайдың күші. Құдайдың күшімен, сеніммен тастайсың. Құдайға деген сеніммен, сенім арқылы өмір сүру деген ол шынайы өмір. Ал діни өмір сүру деген ол діни өмір сүру. Діни өмір сүруде де кішкене ұқсастықтар бар. Жаңағы алқаш болып жүрген намаз оқып кетті, жаңағы ұрлық істеп жүрген ұрлығын қойды деп. Бірақ айырмашылығы қандай? Ол діни адам, ол ойлайды, мен осыларды тастағандықтан Құдай мені кешіреді, сауап ретінде. Өте қателеседі. Құдайға мен қандай айырмашылығым? Мен рахмет ретінде тастадым сол қылықтарды. Діни адам ол жаңа сауап ретінде жинайды. Енді біздің мұсылманның жаңағы сенім нанымына байланысты таразыға салынады адамның игісі и күнәсі. Қайсысы басса, сол жеңеді. Мысалы бүкіл мұсылман келіседі ғой сонымен. Сондықтан амал істеу керек деп уағыздайды осы молдекеңдер. Соң амал істеңдер, құрбандық шалыңдар, ораза 30 күн ұстаңдар, хажға барыңдар деп та. Былай қарасаң енді адам баласында былай зиян ештеңесі жоқ. Жаңағы таразының басын толтырғысы келеді, сондай бір неге ұқсайды. Бірақ та онда Құдайдың жіберген мәсіхі бекерден бекер келіп, тектен тек жанын қиып, көкке кетіп, ертең қайтып түскен кезде ол жаңағы істеп жүрген қылығына қарап не айтады? Мен сен үшін азапты шектім, сенің күнәңнің құны ретінде ана таразының басын бастырып арай төңкеріп жіберетін мен өз өмірімді қидым. Ал сен не істеп жүрсің сонда? Былай қарағанда, жақсы, намазыңды оқы, құлшылық ет, ізгі істе, сауап істе. Бірақ тегін сыйды неге қабылдамайсың? Рахым. Мысалы, Алланың рахымы деген сөзді көп молдекеңдерден сұрасам айтады. Алланың 99 атының бірі, осындай ат өзінің затына сай болу керек қой. Ал рахым деген мен түсінігім бойынша ол Иса не деп айтты? Жаңбыр дейді. Әділдің де, әділетсізге де бірдей жауып тұр ғой. Мына жақта кісі өлтіргіш жүр, мына жақта өте жаңағы адамгершілігі зор адам жүр. Екеуіне бірдей жаңбыр, екеуінің дагородын суарады дейді. Сонда екеуі де соның рахымына шомылып, мен мәңгілік өмір сүремін деудің орнына, жоқ, мен өзім совершенствоға жетемін да, мысалы. Өз қолым. Өзім совершенствоға жетсем, Құдай болып кетпейсің мұнда. Құдай болып.
бірақ ешқашан біз құдай бола алмаймыз, адам болып жаратылдық, топырақтан алып топыраққа кетеміз, иә. Бірақ біз күнәһармыз. Кешірілген күнәһар, кешірілмеген күнәһар деп екі топқа бөлінеміз. Амал жасап жүрген, бірақ кешірілмеген күнәһар, әйтеуір Алла өзі біледі. Жаңа мен кешірілдім деп айтқан, ол мұсылман бойынша ол күпір айту, ол өте үлкен күнә. Миына құйып тастаған халықтың, ол өйтіп айтуға, мені Құдай кешірді, Иса жерге адам болып келді, ол өйтіп айту өте ауыр күнә деп айтып жатыр да. Бұл айтқан кезде Құдайдың жұмағын, кешірімін ұрлап жатыр да. Қарапайым халықтан ұрлап жатыр. Енді әрине ол әлгі ағашты жемісінен танисың, адамды ісінен танисың дегендей. Мәсіхшілерді мен айтар едім, сол өмірі өзгерген мәсіхші болса, шынымен ол Құдаймен бірге жүр. Мен барлық мәсіхшілер үшін жауап бере алмаймын. Мүмкін мысалы енді өзім үшін жауап берер едім. Құдай менің өмірімді өзгертті. Құдай мені өлімнен алып қалды. Менің әйелімді емдеді. Мен балаларым да қазір мәсіхші. Құдайға рахмет, иә. Менің әкем, жаңағы айта кетейін деген, әкем де мәсіхті қабылдап кетті. Бірақ ол кісі айтты маған, Қанат деді, мен намазымды, Құранымды оқып, құлшылығын жасап, осы өмірден өтейін. Сендер жаңа дәуір. Иса айтты ғой деді. Жаңағы меске жаңа шарап құяды. Жаңа меске ескі шарап құяды дейді. Әйтпесе дейді, ескіге жаңаны құйса, жаңағы ыдыс жарылады, жаңа мес дегеніміз да, теріден жасайды ғой. Шарап та бүлінеді, жерге төгіліп жарамсыз болады, ана ыдыста екеуі де жарамай қалады. Сондықтан мен ескінің адамымын, бірақ жүрегімде мен сенемін. Сіз жаңа айттыңыз ғой, что Құдай мені өлімнен сақтап қалды. Сол жерін айтып жіберсеңіз қалай? Енді өлімнен сақтағанда мен шынында да сол осы күйінше жүрсем, менің әкем кезінде дұрыс айтқан. Маған айтқан ол кісі, балам, сен осы жүрісіңмен жүрсем, біреуді өлтіресің, түрмеде шірейсің. Или біреуден өлесің деген. Сөйткен. Бірақ мен сол кейін түсіндім. Әкем арқылы да Құдай ескерткен екен. Өйткені Құдайдың сөзінде айтқан ғой, Сүлейменнің нақыл сөздерінде. Әкенің өсиетін тыңдаған, Құдайдың өсиетін тыңдаған бірдей. Ананың өсиетін тыңдаған, мойныңа таққан моншақтай әдемі деп та, мысалы. Оның бәрі астарында не жатыр ғой. Өйткені әкеден балаға ғой. Сондықтан әкеден сұрайды ғой Құдай. Мысалы білмегенін, мысалы мұсылманша қанша үйретті ма, соны сұрайды. Біреу ана буддизмнен нетті ма, Құдай соны сұрайды деп ойлаймын да. Тіпті мен түсінемін, ол Құдай адам жаратқан кезде ар ждан дегенді, совесть дейміз ғой. Ар ждан дегенді бізге берді. Сол ар ждан менен сұрайды. Және біз тіпті адамды жаратқан кезде біздің жүрегімізде, енді бұл рухани мағынада бір орын, ол тек қана Құдайдың киелі рухы, Құдайдың өзі толтырады оны. Сондықтан адам мысалы өмір бойы өле-өлгенше Құдайды іздейді. Байлыққа тоймайды, билікке де тоймайды. Сөйтіп жүріп өзінің қартайғанын білмейді. Соны өмірден өткен кезде жаңағы ештеңе алып кетпейді. Егер ол шынымен осы Құдайдың кешіріміне деген, рахымына деген, Құдай мысалы Исаның бейнесінде ол адам болып келді. Оны былай айтқанда қалай крути, былай айтқанда келіспейтін шығар қазір білгіштер. Өйткені Құдайдың сөзінде айтылып тұр ғой. Әуел баста сөз болатын, сөз Құдайда болатын, сөз Құдай еді. Әлемді жаратқан сол болса да, оны өзінің халқы, жаңа Израиль, таныған жоқ, қабылдаған жоқ. Бірақ оны қабылдағандар Құдайдың балалары болады. Міне мен Құдайдың баласымын. Құранды алайық. Иса алейхиссалам Мәриямға түскен Алланың сөз жаңа Құдай ғой. Және руху Аллах. Рухы. Енді оның әкесі жоқ қой. Бірақ та біздің енді доктрина дейміз ба, мұсылманның учение дейміз ба, айтады жоқ, күнәһар пендеден Құдай қалай туылады деп та.
былай қарасаң, логикаға қарасаң солай сияқты, құдай киелі, мынау күнәһар адам не деген сияқты. Бірақ та құдайды шексіз деп айтамыз ғой біз. Оған шек жоқ. Қазақта бар мына Алла тағала дейді, бүкіл әлемді бір тал тарға сыйғызады деп айтады ғой. Иә. Сонда не өзінің рухын, өзі адам бейнесінде жерге келіп, өзінің қасиетін, былай айтқанда адамгершіліктен асқан қасиетін көрсетіп, Иса мысалы неге айтты? Жауың шөлдесе су бер, ашықса тамақ бер, тоңса киім бер. Ол ауаға айтып кеткен жоқ, ол өзі орындап кетті ғой. Иә. Ол өзі бізді тастап кеткен жоқ, күнәһар адамдар. Жерде көрсетіп кетті. Жерде көрсетті. Тіпті оны аяқ жағасына шегелеген кезде ол айтты ғой. Кешіре гөр, мен шегелеп жатқандарды олар не істеп жатқанын білмейді. Мен солар үшін келдім, мен солар үшін өлдім. Сол сөздер менің жүрегімді. Сол 180 градус перевернул деп айтылады өмірді. Және ол даже жаңағы паршыларға айтты ғой, өзі де діндар адамдар ғой, өзі ислам жоқ, әлі христианство жоқ, бірақ жаңағы паршыларға айтты ғой. Сендер суббота күні жаңағы Құдайға арнайсыңдар, жұмыс істеуге болмайды. Сенбіні. Сенбі күні, жаңағы сенбіні. Сол күні ол адамдар сауық тұрды. Олар сол кезде айтты, төсегін жинап көтеріп жүрген адамға, олар айтты, неге мынау шариғатты бұзды ол айтқанда? Бүгін тоқтай Құдайға арнайтын мынау жұмыс істеп жүр. Адамдар маңызды ғой деп. Сол кезде Иса қалай жауап берді? Ойлаңыздаршы дейді, олар сөккен жоқ. Бүгін сол сенбі күні Құдайға арналған күн болса да, құдықтарыңа өгіз түсіп кетсе шығармайсыңдар ма? Иә. Мына бейшара 40 жыл салып жатыр, оны бүгін сауықтыруға болмай ма? Сондай діншіл болғаннан да рахымды болғандарын. Аумин. Заң, ереже мүмкін дұрыс шығар, күнә жасамас үшін, адам праведный өмір сүру үшін. Бірақ рахым деген ол деген мейірім деген ол бүкіл күнәні жуатын қасиет. Алла тағаланың сол рахымы сол бір адам арқылы, Иса арқылы көрсетті. Адам аты арқылы күнә келді, күнәһарсың деген да, өлім келді, өлесің деді, сотталасың деді. Ал көбі мысалы осы діни адамдар айтады, ол Иса Алла сияқты жаратылған, адам сияқты жаратылған деп. Ол топырақтан алып жаратылған жоқ. Жаңа рух және сөз, және ол арқылы өмір келді, Иса арқылы. Ол айтты, енді мәңгі өмір сүресіңдер. Тәндерің өлгенмен, маған сенгендер рухтарың мәңгі өмір сүресіңдер. Және екінші не деді? Кешірім келді. Енді күнәһарсың деп, енді кешірілдің деген. Міне ғой қуанышты хабар деген, сүйінші хабар деген осы. Сол мен енді өзімнің өмірім осы, мен құндылығым осы, мен ешқашан өкінген емеспін. Қиыншылықтар болды, түсінбегенге жүрегім ауырды, туыстарыма, бауырларыма, еліме түсінбей сондай неткенге жүрегіміз ауырды. Бірақ бұл біздің айық-шағаш қой, арқалайтын. Қанат, көп рахмет сізге. Жүрегіме батты сіздің айтқан сөздердің бәрі. Киелі рух шынымен де солай. Білем, әрқайсысы тыңдаған осы оқиғаны Исаға даңқ айтайық, мадақтайық Исаны. Достарым, осы YouTube каналға жазылыңыздар, қазақша канал. Енді және қазақ бауырластарға таратыңыздар, бөлісіңіздер. Өйткені ол өте жігер болады осы куәлік. Жүрекке бататын куәлік. Өйткені мен өзім тыңдап отырып, өзім жылап отырмын мына жерде. Рахмет сізге, Қанат бауырлас. Сізге рахмет, осындай көрермендерге рахмет. Егерде көрермендер сіздердің Құдайдың батасында осы жердегі өмірлеріңізде шынымен Құдаймен бірге, тірі, Құдай ол тірі, сонымен тірі Құдаймен мағыналы, мәнді өмір сүргендеріңізді және мәңгілікте бірге болғанымызды қалаймын. Аумин. Рахмет сізге, Қанат бауырлас. Сау болыңыздар, бөлісіп қойыңыздар, жарай ма достарым?